Хромтаулық шенділер жергілікті тұрғындарға емес кәсіпкерлерге басымдық берді. Әдеп кеңесі саябақ пен демалыс орнына тиесілі жер телімін ірі өндіріс орны мен кәсіпкерлерге жалға берген мемлекеттік қызметшілердің ісін қарады. Заң талаптары бойынша комиссия құрылып, оң шешім шығарылғанымен құжаттарда шикілік бар. Аудан әкімінің лауазымды тұлғалардың, яғни сол уақыттағы жер комиссиясының төрағасы Исенбайұлының, комиссия мүшелері Сәлінің және Жақсылықовтың және қала әкімінің Шабекбаевтың сапасы жұмыстар нәтижесінде ортақ пайдаланудағы жер қорынан және мемлекеттің иелігіндегі жер учаскесі Қазхром акционерлік қоғамына қосымша жер учаскесі ретінде беріліп, нысаналы мақсаты заңсыз өзгертілген. Жер телімін кәсіпкерлерге жалға берген комиссияның төрағасы қазір облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары қызметінде жүрген Нұрсұлтан Исенбайұлы болған. Алайда ол құжатқа мүлдем қол қоймаған. Комиссия шешіміне өз келісім берген 3 мемлекеттік қызметші жерді 25 жыл пайдалануға рұқсат берді. Әрі осы олқылықты көріп отырған Хромтау қаласы әкімінің міндетін атқарушы Сағындық Шабықбаевты құжатқа қол қойғаны белгілі болды. Әдеп кеңесінде шенеунік заңсыз әрекетіне түсінік берді. Заключение комиссии я не мог говорить, что комиссия шешімі бар, сондықтан төрағаның қолтаңбасы жетпейді деп айта алмадым. Барлығы жазылған, шығындарға дейін есептелген, дайын құжат болғаннан соң өз қолымды қойдым. Ал іске тікелей қатысы бар Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы ветеринария және жер қатынастары бөлімінің басшысы Қойшыбай Рысалиев бұрынғы басшылығы үшін жауап бере алмайтынын айтты. Шешімге жіберген мен емес ол уақытта. Мен тек қана комиссия мүшесі болдым. Бұл уақытта Жұбаназар жаңағы жер несінің басшысы болды. Сол кісі жаңағы не рабочий орган, сол кісі жаңағы ұсыныс енгізіп, комиссия көрін жиналғанда сол кісі жауап береді деп ойлаймын. Мен қол қойдым, бірақ жиналып комиссия түгел болған жоқ. Бұл жер мойындаймын. Кеңес мүшелері комиссия төрағасы болған Нұрсұлтан Исенбайұлының неліктен қол қоймағанын түсінбеді. Прокурорлар да нақты себебін анықтай алмады. Ал Нұрсұлтан Исенбайұлы әдеп кеңесіне шақырылғанымен белгісіз себептермен келмей қалды. Кеңес мүшелері Хромтау қаласы басшысының міндетін атқарушы және ауыл шаруашылығы, ветеринария және жер қатынастары бөлімінің басшысы жауапкершілікке тарту жөнінде шешім шығарды. Привлечь к ответственности тоже исполняющего акима города Шабекбаева и Рысалина. Тоже по 50 статье, под пункт 4 о дании предпочтения, тоже предупреждение о неполном служебном соответствии. Прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Единогласно. Гүлнара Жолжанова, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.